Сәлеметсіздер ме, әріптестер? Мен Қарағанды қаласы номер 14 мектеп гимназиясының бастауыш сынып мұғалімі Омирбаева Майгүл Рымбековна. Маусым айының 15 мен 26 аралығында Өрлеу Қарағанды кәсіби даму институты ұйымдастыруымен осы 14 мектеп базасында білім беру процесінде біртұтас тәрбие құндылықтарын іске асыру тақырыбындағы біліктілікті арттыру курсы өтуде. Курс барысында білім берудегі құндылыққа бағдарланған тәсілдің негізгі қағидаттары мен мазмұнын, тәрбиелік құндылықтарды оқу пәнінің мазмұнына интеграциялау әдістері мен нысандарын меңгерудеміз. Сонымен қатар, құндылыққа бағдарланған сабақ жоспарын жоспарлаудың негізгі қағидаттарын және білім беру ортасында цифрлық қауіпсіздік, онлайн өзара әрекеттесу мәдениеті және жасанды интеллект қолдану этикасының негіздерін практикалық бағытта қолданудамыз. Курс өзара тәжірибе алмасумен педагогтардың кәсіби тұлғалық дамуына кең көлемде қолдау көрсетуде. Курс тыңдаушылар атынан Қарағанды Өрлеу кәсіби даму институтына алғысымызды білдіреміз. Сонымен қоса, дәріс беріп отырған кураторымыз Сатибаева Рая Мажитовнаға көп рахмет. Сізден көп ақпарат алып, қоржынымызды жаңа ақпараттарға толтырып бара жатырмыз. Еңбегіңіз жана берсін.